Сәлем достар, бүгін біз меренговый рулет жасаймыз. Ауызда ериді. Сахарная пудра, кукурузный крахмал, ванилин, лимонная кислота және де жұмыртқаның ақуызы керек. Лимонная кислотаны қосамыз, ең алдымен одан кейін ванилин, сахарная пудра және де кукурузный крахмалды қосып, қою массаға айналдырамыз миксермен. Енді пергамент қағазының үстіне массамызды жаймалап, вилкамен осылай істейміз. 200 градуста 10-15 минуттай пісіреміз. Енді кремге сахарная пудра, творожный сыр, сливкиді қосып, жақсылап араластырамыз. Жаңағы бисквитіміз суығаннан кейін үстіне пергамент қағазын немесе пищевой пленкамызды қоямыз, одан кейін кері аударамыз. Пищевой пленкамызды алып саламыз, және де кремімізді жағып, начинкасын саламыз. Рулет қылдырып ораймыз. Астарыңыздан болсын, сіздермен болған мен Кәлима Қуанышқызы, сау болыңыздар.